Армысыздар, бізде Қазақстанда ең жақсы дамыған бізде екі нәрсе бар. Ол коррупция менен монополизм. Екеуі өте қатты дамыған. Дүние жүзі бойынша бірінші орын алады десек те жаңылыспаймыз. Бізде машина жасау, көлік жасау өнеркәсібі дамымаған, бізде ғылым дамымаған мүлдем. Бізде білім де дамымаған. Бізде не дамыған? Бізде өте жақсы дамыған екі нәрсе бар. Ол жаңа айтып өттім. Коррупция менен монополизм екеуі өте жақсы дамыған. Коррупция деген өзінің шенін пайдаланып, қасына сыбайлас жемқорлықтарды етіп, халықтың ақшасын тонау, бұл коррупция деп аталады. Жеке қалтаға түсетін ақша, коррупция. Ал монополизм деген бұл да сол коррупцияға ұқсас. Монополизм деген жалғыз сату, яғни базарда 1000 адам тауар сататын болса, 1000 адамның тауарын тартып алып, соны бір-ақ адам сату, бұл монополизм, жалғыз сату деген сөзден алынады. Монополизм бұл өте қатты дерттің бір түрі, өйткені Қазақстанда шығатын өнімдер үстіне ақша қосылып, монополизм, яғни жеке қалтаға құйылады да, оның үстінде қымбат сатылған күйде халыққа сатылады. Міне монополизмнің өте ауыр түрі осы. Ал енді шетелден келетін экспорт тауарлар болсын, шетелден келетін тауарлар үстіне ақша қойылып, біздің Қазақстанға қымбат сатылады. Оның арасындағы ақша монополизм, яғни жоғарыда отырған адамдардың қалтасына түседі ақша. Бұны монополизм дейді. Ал енді Қазақстандағы тауарларды шетелге экспортқа шығаратын болса, бұл жерде монополизм ойнай алмай қалады, өйткені шетел қымбат қалмайды ғой. Сондықтан біздегі тауарларды шетелге арзан сату, оның арасында да ақшаны жымқырып кету, бұл да монополизмге кіреді. Міне коррупция менен монополизм дамыған жерде ешқандай өсіп, өніп, өркендеу деген мүлдем болмайды. Халық қарызда кіре береді. Мемлекет бір мемлекетке қарыз болатын болса, сол қатты қарызы көп мемлекеттің өзінің ішінде монополизм мен коррупция көп деген сөз. Яғни біздің Қазақстанның байлықтары өте көп, бірақ ешқандай оған есеп берілмеген. Мысалы, біз мұнайды немесе кетіп жатқан тонна балықты, мақтаны, бидайды есептемеген кезде біздің алтын күмістер, мысалы осы Қазақстанның ішінде кеше бір оқып қалдым, дүние жүзі бойынша 9-шы орында тұрады деді ма, алтын жағынан мен жаңылысып жатырмын ба, бірақ біздің қазба байлықтарының ішінде Жолымбет кені, алтын кені, Бестөбе, Ақсу, Ақбейіт, Юбилейный деген бар. Шығыс Қазақстанда Бақыршық, Суздаль, Ақбақай, оңтүстік Қазақстан жақтағы, Көкшетау, Васильков, Шіле, Шу, Іле, Кіндіктас, Балқаш, жалпы алтын кені бар жерлер бар, бұның бәрі өндірілуде, бірақ десек те оның ешқандай ақшасы мемлекет үшін көрінбеген. Бұның бәрі жаңа монополизм, жеке қалтаға, жеке сатылуға түскен тауарлар болып есептеліп кетеді. Ал енді осы екі нәрсе дамыған жерде ақылды адам мен ғылымды, білімді адамдар болмайды. Мысалы, ақылды адам болатын болса, ғылымды меңгерген адам болатын болса, өте білімді адам болатын болса, бұл монополизм мен коррупцияға өте қатты кері әсерін тигізеді. Сондықтан монополизм мен коррупция ақымақ адамдар талап етеді. Айтқан істейтін, айдауына жүретін адамдарды талап етеді. Ал енді біздегі ғылымды жақсы меңгерген, білімді адамдар не үшін Қазақстаннан шетелге көшіп бара жатыр? Өйткені біздегі коррупция мен монополизм оларға жақпайды. Екеуі бір-біріне қарсы нәрсе. А шетелде монополизм мен коррупциясы жоқ елдер бар, өте қатты даму үстінде. Мысалы үшін Европа жақты алайық, немесе Американы алайық, немесе Қытайды алайық, технологиясы өте қатты дамыған, шексіз даму үстінде. Жердің асты, жердің беті, жердің үсті, мысалы Қытайды алатын болсақ, өте қатты даму үстінде. Жапондар, мысалы үшін, ешқандай халық ауыр жұмыс істемейді, бәрін техника жасайды. Немекі нәрселерді ойлап шығарып тастаған. Адамның түсіне кірмейтін нәрселер де бар керек болса. Біз білмейтін нәрселер бар. Бізге келген тауарларын ғана көріп біле аламыз. Ал шын мәнінде Жапон жеріне баратын болсаңыз, немесе Қытайдың үлкен дамыған қалаларына баратын болсаңыз, өміріңізде көрмеген сондай бір қондырғыларды көресіз. Бізге мәлімі де бар, беймәлімі де бар дегендей, ғылым, білім өте қатты дамыған. Міне,
Ол жерде неге монополизм менен коррупция ол жерде жоқ. Ол жерде халыққа билік жақсы ақша бөледі. Және де мынау өнертапқыштарға, басқа да білім иелеріне ақша бөлінеді, қолдау жасалады. Сондықтан олардың бизнесі өте жақсы өсу үстінде. Ал біздің Қазақстанда керісінше халықты құл қылу, оны ыдырату және де ақымақтандыру. О баяғы ескі теманы әкеліп, жүйені әкеліп қазаққа тығу. Міне баяғы жартас, сол жартас деген секілді керек емес дүниелерді қазақтың миын толтырып, жаңағыдей оның арасында оның пайдасы мына монополизм мен коррупцияға пайдалы. Халықтың ақымақ болғаны монополизм мен коррупцияға пайдалы болады. Ал енді мысалына келетін болсақ, мұнай, алтын, күмістен түсетін пайда. Осының бәрін сол монополизм мен коррупцияға бере салсақ та, сонымен олардың аузы үні өшетін болса, ол мұнайсыз, алтын, күміссіз де қазақты дамытуға болады. Мысалы үшін, орталық Қазақстан бидай өнеркәсібі мысалы үшін дамытса, батыс Қазақстан мысалы үшін, оңтүстік Қазақстан ет өнеркәсібін дамытса, оңтүстік Қазақстанның мақта өнеркәсібі, ет өнеркәсібі, көкөніс өнеркәсібі, орталық Қазақстаннан бидай, арпа дегендей, солтүстік Қазақстаннан картоп, пияз өнеркәсіптерінің бәрін дамытатын болса, томат шығаратын заводтар, май шығаратын заводтар, аяқ киім шығаратын заводтар, мысалы үшін керекті материалдармен. Осылайша қазақ бүгінгі күннен тәуір өмір сүре алады. Ал егерде міне менің айтайын дегенім, мұнайсыз да, алтын, күміссіз де Қазақстан баюға болады. Бірақ керісінше мұнайды, алтын, күмісті және сонымен қатар Қазақстанда ірі кәсіпорындарды көбейтетін болса, онда біздің Қазақстан шетелден кем түспейтін еді. Бірақ бұл жердегі күйреп жатқан екі нәрсе, бұл да жеке қалтаға пайда түсіретін монополизм мен коррупция. Осы екеуі мен деген мемлекетті ыдыратып жібереді. Біздің Қазақстанда дамыған осы екеуі. Біздің Қазақстанда ғылым дамымаған, машина жасау өнеркәсібі дамымаған, бізде білімді адамдар дамымаған, бәрі дамығандар бәрі кетіп қалған шетелге. Бізде өте қатты дамыған коррупция менен монополизм. Осы нәрсені айтуға болады. Ауызда ашып айтуға болады. Мысалы, қазір карантин уақыты. Халық үйінде отыр. Теледидардан үйден шықпаңыз деп жазып қойыпты теледидарға. Бірақ 42.500 теңге беріліп жатыр. Бұл 42.500 теңге салықтан жиналған ақша, налогтан жиналған ақша, халықтың ақшасын халыққа қазір осы қиналған кезде қайтарып жатыр. Бірақ бұның ішінде де толық доля жоқ.